Бәріне сәлем, сіздермен Лаура. Бүгін мен сіздерге осындай жұмсақ болып шығатын венский вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға қантымызды салып аламыз да, оның үстіне 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз, бір масса болғанша. Одан кейін оның үстіне сүтімізді құйып, одан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз да, үстіне кішкене ғана ұнымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырғаннан кейін үстіне 10 грамм разрыхителімізді салып аламыз. Одан кейін тағы да жақсылап араластырып алып, үстіне шым-шым тұзымызды себеміз. Одан кейін қалған ұндарымызды 2-ге 3-ге бөліп, жақсылап салып, бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Бізде осындай бір келкі масса шығатын болады. Одан кейін осылай вафельницамызды жақсылап бір қыздырып аламыз да, үстіне кішкене май жағып жібереміз. Бірінші пісіретін кезде міндетті түрде май жағу керек. Майымызды жақсылап жағып алғаннан кейін жаңағы вафельниімізді аз-аздан жақсылап салып шығатын боламыз. Бізде вафлиларымыз кем дегенде 2-3 минутта пісіп шығатын болады. Дәл осылай мен сияқты пісіретін болсаңыздар 13-14 штук вафельный шығатын болады. Мен вафлиларымды пісіріп алдым. Менде дәл жаңа айтқанымдай 13-14 штуктай вафли шықты. Осы рецептпен жасасаңыздар, өте қол жетімді, үйде бар заттардан жасалатын вафли. Таңғы асқа немесе бестің шайына жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Вафлиларыңыз және де келесі күнге қалса, қатып қалмайды, 2-3 күнге дейін өзінің жұмсақтығын сақтап тұрады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.